Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгінгі тақырыбымыз әріптердің жазыммен оқылуы. Жазым деген мынау белгі әріптің үстінде тұрса, ол әріп жалғыз оқылады, ешқандай фатха, кәсра, даммасыз оқылады. Бірақ, мынау байқап тұрсыз, звездочкамен белгіленген әріптер, олар ерекше оқылады, яғни ұрылып оқылатын әріптер. Оларға қазір тоқталып кетемін, салыстырып, ерекшелігін тауып отыруларыңызды сұраймын. Және де птичкамен берілген әріптер бұлар. Бірінші сабақтың тақырыбы жуан оқылатын әріптер. Еске түсіру үшін мен птичкамен белгілеп қойдым. Розада қалқалы әріптері. Бисмиллах бастау үшін мен алғашқы үшеуін салыстырамын. Біріншісі ерекше, мынау екеуі қарапайым оқылады. Салыстырып отырыңыздар. Бисмиллах. Әбі, ибі, убі. Әт, ит, ут. Әс, ис, ус. Байқадыңыздар ма? Әбі ұрылды. Неқта әт, неқта әс. Бұлар қарапайым оқылады. Бұл қалқала болғандықтан звездочкамен белгіленген әріптерде сәл басқаша оқылады. Бисмиллах. Жалғастырамыз. Әжі, иджі, уджі. Әх, их, ух. Әх, их, ух. Әді, иді, уды. Әз, из, уз. Әр, ир, ур. Әс, из, уз. Әс, из, уз. Әш, иш, уш. Әс, ис, уз. Мына жуан оқылады. Әт, ит, ут. Әто, ито, уто. Әз, из, уз. Әр, ир, ур. Әр, ир, ур. Әс, ис, уф. Әқо, иқо, уқо. Әк, ик, ук. Әл, ил, ул. Әм, им, Ән, ин, ун. Әу, ю, у. Әх, их, ух. Әй, и, ю. Байқадыңыздар ма, мыналар сәл қиындау оқылады. Соңғы әріптер мысалы әу түсінікті. Келесі бізде и әрпі и у тұр. Әу, ю болады, ю болады, сосын барып у болады. Сосын әх, их, ух болады. Әй, яй әрпі о ең соңғы ше, алфавиттегі. Әй, и, екі и болады. Уй, әй, и, уй болады.